балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бізде 3 топқа 3 тапсырма беріліп отыр. Бірінші топ бізде Раяналардың топтары. Оқулықтарында 36 беттегі 7 тапсырмада жаһанданудың пайдасы мен зияны деген мәтін берілген. Сол мәтінді бос жазба күнделігі арқылы ашып шығамыз. Келесі екінші топ бізде Нұрайлардың тобы 37 беттегі бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бұнда не дейді? Тіл деген не? Сұрағына сызбасы жазап, бұның түйедағы арқылы сызбаға түсірді. Ал бастай берсеңдер болады. Үшінші топ Айшаның тобына 32 беттегі 7 тапсырманы алыңдар. Тәпсір әдісі арқылы мәтіннің тақырыбын, идеясын, түрлі құралдарын анықтайсыңдар. Жақсы балалар. Тапсырмаға 5 минут уақыт берейік, бастай беріңдер. Faydası, ziyandı, жағы. Артындағы іс-басар ұрпағының санасына құя білген. Жақсы деген бір сөзді айтқанда елдің байлығы. Жақсы, еліміздің байлығы. Жақсы, тамаша балалар отырайық. Келесі топ бар ма? Келіңдер. Бізге берілген тапсырма жаһанданудың пайдасы мен зиян. Бос жазба күнделігіне салуы бар. Пайдалы жағы мен зиянды жақтарын айтамыз. Пайдалы жағы экономиканың қарқынды дамуы, өмір сүру деңгейін жоғарылату, мәдениеттердің алмасуына жол ашу, техниканың жаңалықтар мен басқару дағдыларын жеделдетіп, енгізу және тарту жеке тұлғалар үшін де жаңа экономиканың мүмкіндіктерін қосылу және тағы
музыка, теледидар және түнгі клубтарда жүретін әртүрлі шоулар, ұшы-қиыры жоқ сериалдар, сенсация қуалаған журналистер өскелең жастар ғана емес, ересек адамдардың да санасын жаулап алып қуандырып бағуда. Ұлттық құндылықтарға қарама-қайшы адамгершілікке жат қылықтарды қоғамдық идеологияларда айналдыруда. Жақсы. Жаһандану пайдасын да, зиянын да айқын көрсете алды. Жақсы. Келіңдер, шыштықта. Бізге не болды? Подкастер әдісі арқылы бізде жаһандану зәрінде берілген болады. Тақырыбын, идеясын анықтап, күнді құралдарын көрсету болған, иә? Магнит жетпей жетіп ме? Магнит қалмыш. Жақсы. Ал, балаларға көрсетіп тұрайық. Мәтін идеясы қандай жолдармен ел дамиды? Тілдік құралдар, жаһандану, мемлекет, дін, ақпарат. Мәдени жаһандану әр мемлекеттің өздеріне тән мәдениет пен тілдерін сақтауы. Ақпараттың коммуникациялық жаһандану қазіргі заманда сұраныста бар мысалы роботтар жүгіреді. Жақсы. Машина көтеруге қалай? Көтеріп қойып. Ал. Экономикалық жаһандану, экономика мен нарық нысандарының жаһандануы. Жақсы. Аумақтық жаһандану мемлекетаралық құрылымдардың күшейту үдерісі. Этикалық жаһандану жер бетіндегі халық санының өсуі және тағы басқа. Жақсы, тамаша отырайық. Жақсы бала, тапсырманы тамаша орында шықтыңдар, иә? Енді топтар бір-бірімізді бағалап кетейікші. Бізде Нұрайдың тобы бірінші бізде бұлым түймедағына салған жұмыстарын бағалайық. Кәне, тіл дегеніміз не деген тақырыпта? Кім бағалайды? Раяна бағалап кетпедім жақта. Гүлім, Әлібек бағалап кетсін. Тіл дегенді толық аша білді. Сосын плакатында жақсы безендірген, иә? Жарайды. Айша, сендердің топтарында кім? Нұрай? Кәне, Раяналардың жаңағы қорғап кеткен жаһанданудың пайдасы мен зиянын айқын көрсетіп кетті ғой. Сол жұмыстарын бағалап кетші. Нұрайға берейік. Бүкіл мәліметтерді